Мгм. Мысалы қарайық, иә, балалар, не? Так, бірінші сұрақ, иә, қараңыздар. Бірлік уақыт ішіндегі тербелістердің саны не деп аталады? Мына көк түсті бала жақ ару мен Әмина болсын, мына жақ Ардана болсын, иә? Қызыл түсті Ардана. Бірінші ару сіздерге. Бірлік уақыт ішіндегі тербелістердің саны не деп аталады? Жиілік деп аталады, Тербеліс жиілігі. жиілік деп аталады. Ал екінші Ардана сізге. Егер математикалық маятниктің жібін ұзындығын, иә, о Айжан кірді, міне, Айжан мен Ардана бірге. Ұзындығын 4 есе арттырсақ, периоды неше есе артады дейді. Екі елдің орнына 4 елді қоясың. Түбірдің астында 2, 4 неше болып шығады? 2 Екі есе есе. болып шығады, иә, міне. Екі есе Келесі, артады. 2 есе артады, дұрыс. Келесі, ойланып отырмын, міне. Кезек-кезек енді ару, енді сенің кезегің. Тербелмелі дененің тепе-теңдік күйінен ең ауытқы не деп аталады? Дұрыс, Амплитуда ма? амплитуда дейді. Түсіп қалдық. Енді келесіні өзіңнің есебіңді есептей бер. Келесі Арданаға келдік. Ардана синус немесе косинус заңы бойынша орындалатын тербелістер не деп аталады? Қандай тербеліс? Амплитуда. Жоқ, косинус немесе синус болса. Гармониялық тербелістер деп аталады, иә? Енді келесі ару саған келді, міне. Периоды 4 секунд болатын, жиілігі неше болады? Нөл Бірді төрт, бүтін мыңнан 25. бірді төртке бөле саласың, иә? 0,125, иә? Міне Жиырма қайтадан бес. өрледің. Так, келесі тербеліс период 4 болса, жиілік қанша болады Ардада? Ару мына жақта есептей бересіңдер, Әмина. Айжан мен Иә, Ардана апай бірге. біздікі. Мгм. Апай біздікі 2 есе артады. Так, сендердікі 2 есе артады дейді. Ой, мен Ой, 2 апай есе... скимите басқардыңыз Мә, ғой. мен келісін басып қойдым, кешір. Қазір қосып беремін біреуін. Аха. Ардана, сенде қайсысы? Ару келесін есептей бер. Қайсысын шешемін, апай? Не, сен қызыл жақ, қызыл бала тұрған жақ сенікі. Міне, тербеліс период. Иә. Екі пиға көбейтем, иә? Жоқ, период 4 болса, оның жиілігі қанша дейтін, жаңағы аруға келген есеп қой. Бірді 4-ке бөле сал. 0,20 Мгм. Так, ару Апай, бір саған секунд. келдік. Жиілігі Бір секунд. Бір апай. дұрыс бір болады, Бір иә? секунд. Аха. Так, дененің тепе-теңдік күйінен ауытқу мәні не деп аталады, ең үлкен мәні? Амплитуда, иә? Иә, айтып қойдық. Иә. Так, мына екеуін теңестіріп қояйын, өйткені мен жаңа қате кетіп қалдым ғой. Синус немесе косинус бойынша тербелістер не деп аталады? Ару. Енді тең болдық. Ал енді ары қарай келесі Ардана сіздікі. Дене қозғалысы толығымен қайталанып отырған кездегі уақыт не деп аталады? Тербеліс жиілігі. Айжан, сөйтіп жауап берді ғой? Жоқ, ондай емес. Периоды. Дұрыс, тербеліс периоды болады. Так, келесі Апай, ару. тербеліс периоды. Екеуің бірдей Тербеліс біліп тұрған ғой. периоды. Аха. Жақсы, келесі Ардана. Уақыт өткен сайын амплитуда азая береді дейді. Ол қандай тербеліс? Өшетін. Өшетін тербеліс. Так, мына жақта келесі Апай, біздікі өшетін. өшетін, иә, тура. Ал келесі жиілігі бір ертіске тең, математикалық нүктенің тербеліс период не деп аталады дейді. Ой, период нешеге тең? 4 секундқа. Иә, бір Бір секунд, секундқа бір тең. секунд. Так, келесі Біздікі ару. 0,25. 0,25. Енді қайтадан кетейін, жаңа қате болғаннан кейін. Так, келесі Ардана қайсысы? Ең үлкен ауытқуы. Амплитуда. Уже Ардана шығып кетті, иә. Так, осылай, иә, мынаны мектепте тақтаменен салып күшті болушы еді. Апай, Сәлеметсіздер. мына кезек емес, мынау кім тез сол ғой. Иә, кезек тез, иә. Екеуін ана үлкен экраннан қойса, онда жақсы болып ойнаушы еді, мынау кішкентай компьютер болған солай болып тұр. Так, жақсы балалар, онда былай істейміз, иә, сабағымызды бастайық. Так, балалар кешігіп кіре берсін, иә, өйткені уақытымыз. Айсерені қабылдап алайын. Так, экран бәрі көрініп тұр, иә, балалар? Иә. Бүгінгі сабақта балалар біз зертханалық жұмыс жасаймыз. Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау деген. Ол үшін толқындық қозғалыс деген ұғымды есімізге бір түсіріп алайық. Толқындық қозғалыс деген, қысқасы механикалық толқын деген не ол? Серпінді ортада таралған толқындардың барлығын механикалық толқын деп айтатынбыз, иә?
Толқынның түрлерін білеміз, міне қараңыздар, көлденең толқын, құма толқын, немесе оны кейде бойлық толқын деп атаймыз. Көлденең толқын деген ол толқынның таралу бағыты бөлшектеріне перпендикуляр. Шынымен де қарап отырсаңыздар, перпендикуляр таралатын не. Ал келесі мынау бойлық толқын, ол бір біріне параллель таралады. Енді оны есептер шығарған кезде сіздеріне толқынның жылдамдығы болады, толқынның ұзындығы болады, жиілік болады, период болады, иә. Осындай есептер шығарған кезде біз қолданамыз. Енді толқындар қайда қолданады өмірде? Дыбыс толқындары, иә, музыка, сөйлеуде, теңіз толқындары болады, жер сілкінісі кезіндегі сейсмикалық толқындар болады, медициналық ультрадыбыстық толқындар, міне, УЗИ-ге түскен кездегі, және радио толқындар, иә, радио толқындарды айта аламыз, міне. Бұл жалпы толқындық қозғалыс туралы. Енді былай басылайын қайтадан. Толқынның екі түрі бар дедік. Енді сол жаңағы зертханалық жұмысты қалай жасаймыз, иә? Көрінбей тұрса айтыңдар, көрінбей тұр деп. Оны қалай жасайсыздар, міне қазір мен сіздерге жіберемін. Оны үйге барғанда, әрқайсы үйлеріңізде не бар ғой? Тазик бар ғой, ұзындығы бір метрлік немесе 50 сантиметрлік тазикті аласыздар. Егер барлықтарыңыздың үйлерінде компьютер болса, онда осы виртуалды зертханалық жұмыспен де жасай салуға болады, иә? Осылай ашып аласыздар, сіздерге көрініп тұр ма? иә. Жақсы болды. Осылай ашып алғаннан кейін, міне қараңыздар. Frequency деп тұрады, иә, ол жиілік деген сөз. Жиілігін арттыра аласың, кеміте аласың, міне. Ал екіншісінде амплитуда деп тұрады. Амплитуданы арттыруға болады, кемітуге болады, иә. Ары қарай графикпен бүйтіп көруге болады. Енді қазір жасап көрейік, біз қалай жасаймыз. Мынау бізде сызғыш, міне. Ұзындығын өлшеп алуға болады, жаңағы толқынның қайралыққа дейін, яғни толқынның жүру қашықтығын. Бізде сол зертханалық жұмыс толқынның жүру қашықтығын анықтау ғой. Так, келесі судың деңгейін өлшейсің, мына мен бүйтіп өлшеп аласың. Міне. Так, енді көрейік, ал қалай жасаймыз. Ол үшін міне үйде сен мына жерге бір қалтқа қоясың. Содан кейін судың тамшысын жібересің бүйтіп. Соны уақыт керек, телефоннан қарап тұрасың, қанша уақытта жетті мына қалтқыға. Жерде тұрған кедергі болады, қалтқы деп отырған сол. Кедергі бүйтіп қозғалуы мүмкін. Сол кезде қайтесің, тоқтата Апа, қоясың. үстінде секундомер. Үстінде секундомер тұр. Міне тұр, ой, міне дұрыс, міне. Мынаны басасың да, мынаны қосып жібересің, міне. Жағаға жетті, тоқтата қоясың. Сонымен тыбыр тең 5 секундта дейсің. Мынаның аралығы енді бізде қанша екен көрейік, міне. 10 сантиметр. 10 сантиметр, иә? Одан қысқартып отыр. 10 сантиметр аралық 90, 80, бүйтіп 50, 3 рет өлшесіңдер болды. 3 рет өлшейсіңдер. Мысалы үшін мынаны алайық, міне. Тура 5 деп қояйын, иә, міне. 5 сантиметр болған кезде қанша болады? Так, уақыттан қайтадан жіберемін. Тамшыны жібердім. Уақыт кетті. Уже жетті. 2 секундта, міне. Сонда Т2 2 секунд дейсіңдер де, L2 5 сантиметр болады, иә? Тура солай ары қарай өлшей бересіздер. Енді оның графигін қалай көреміз? Графигін салу үшін қараңыздар, не? Қайтта амплитудасы кішірек қалды, өлшеп қалды толқын жеткенше. Сонда бізде жаңағы мына график, гармониялық тербелістің графигі деп отырғанымыз осы екен. Қарасаңдар, шынымен де синус немесе косинус заңы бойынша қайтеді, өзгереді, тербеліп отырады. Сонда ең үлкен ауытқып тұрған өркеші ол амплитуда деп аталады. Амплитуда, иә. Так, бұл бізде жаңағы судағы толқындар. Ол тағы бізде не болады едік? Дыбыс толқындар деп айттық, жаңа. Көрініп тұр ма? Иә. Дыбыс толқындар, қараңыздар. Мен дыбыс жібердім. Қарай графикке қараңыз, дыбыс толқындарының таралуы да. Бөлшек ретінде көруге болады, міне. Дыбыс толқындар қалай таралады. Бірақ бәрінің де жұмыс істеу принципі жаңағы механикалық толқындарға ұқсайды, жаңа бірінші судың бетіндегі толқынға.
Так енді келесі мен мынау қандай толқын болуы мүмкін? Жарық толқыны, иә? Жарық. Жарық. Ал енді мен қара түске жарық жібердім міне. Жарық толқындар осылай таралады. Ал оның графигін көрейік міне. Оның жиілігі көбірек. Иә, сирек, иә, жақынырақ, иә, бір-біріне. Иә. Дыбыс жіберсең осылай қозғалады жарық. Ал егер де оны белгілі бір ыдыстың ішінде көретін болсақ та міне. Егер ол қызыл түс болса, мхм. Міне бұл жарық толқыны, мынау дыбыс толқындары, мынау жаңағы механикалық толқындардың ішінде судың бетіндегі толқын, иә. Сонда сіздер үйде жасайтын жұмыстарыңыз осы міне. Мынаны істейсіздер. Так, енді қайтадан бір қосып жіберейін. Так, енді қайтадан бір қосайын, көрінбей жасайтыңыздар, иә. Мгм. Так, қазір мен сіздерге міне Padlet тақтасының сілтемесін жіберемін. Бірінші міне мына виртуалды зертханалық жұмысты жасап көресіздер, немесе үйде жасап көруге болады. Үйдегі құралдар қарапайым, үйдегі бар нәрселер керек міне. Уақыт керек, ыдыс керек, су керек, қалтқы бетіне бір жеңіл суға батпайтын нәрсені қоя саласың, ол қалтқы болады. Оны суды бүйтіп тамызасың, 2-3 рет тамызасың, иә. Сол кезде толқын, су бетіндегі толқын қанша уақытта, қай аралықта, қайда барды. Соны өлшеп жазып аласың. Бірінші мынаны істейсің. Одан мынаны істеп болғаннан кейін, балалар қараңыздар міне. Мына жерде плюс деп тұр ғой. Осы плюсті басасыңдар. Содан кейін міне видео керек жоқ, міне камера дегенді басыңыздар. Камераны басып, жаңа дәптердің бетін фотоға түсіріп, мына жерге жібересіңдер. Маған WhatsApp-қа жібермеңдер. Міне, сонымен бір тапсырмаң кетеді. Ананы жіберіп болғаннан кейін келесі. Мына жерде есептер беріліп тұр сіздерге. Иә, 2 есеп беріліп тұр. Осы 2 есепті шығарып маған жібересіздер. Мысалы, міне, су бетіндегі толқындардың ең жақын көрінетін өркештерінің арасы 3 метр болса, жиілігі, жылдамдығы қандай, иә? Өркештерінің арасы деген ол лямбда. Лямбда деп белгілейсіздер. Жиілігі бар міне. Мысалы үшін бір көрсетіп жіберейін. Қараңыздар, иә, міне. Толқын ұзындығы лямбда тең, ой, мен тінтуірмен жазып отырмын, жазуым жаман болып кетті. Қараңыздар, 3 метр деп жазасыздар. Жиілігі нью тең болады 1,5 герц деп кәдімгі дәптерге жазып шығарасыздар мынаны. Соны табу керек саған жылдамдық. Жылдамдық, в жылдамдық табу үшін толқын ұзындығын бөлесің үлкен периодқа міне. Ал жиілік беріліп тұр, иә, онда периодты пайдаланып біз жиілікті таба аламыз міне. 1 бөлінген нью арқылы. Мынаның орнына қоя салуға болады ғой. Не, сонда жылдамдық тең болады толқын ұзындығын, бөлесің 1 бөлінген ньюға. Сонда жылдамдық тең толқын ұзындығын, көбейтеміз ньюға. Не болып кетті кім? Қысқасы көбейтесің міне, өйткені мынау кері ғой, үстіне барғанда көбейтіліп кетеді. Так, осылай істейсіңдер де, тура жаңағы көрсеткен сияқты міне. Так, міне, тағы да міне, плюс дегенді басып, көрініп тұр ғой, сіздерге? Қайта бір Иә, иә. көрсетіп жіберейін өйткені. Қара міне, бұл жерде қосу дегенді басасың да, сон дәптердің бетін міне, камера дегенді басасың. Бүйтсең, дәптердің беті шыға келеді. Бетті жібере саласың, ол бірде маған келіп тұрады. Соны WhatsApp-қа жібермеңдер маған. Осы жерге жүктей бересіңдер. Сонда барлық баланың жіберген жұмысын мен бір беттен көре аламын. Түсінікті, міне, 3 нәрсе жібересіңдер қазір маған міне. Бірінші зертханалық жұмыс, 2 есеп жібересіңдер, ал келесі мына тұрған есеп, ол үйге тапсырма мынау. Үйге тапсырма. Жақсы, сұрақ бар ма не бойынша? Түсінікті, балалар? Так, неше балаға тастау өзі бөлім? Так, 4-ші зертханалық жұмыс, сонда беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау деп бірінші осыны жібересіздер. Жақсы, рахмет балалар. Сау болыңыздар. Қазір енді WhatsApp-та жолығайық. Сіздерге қазір сілтеме жіберемін.
так.